Assalamu alaikum. Алдыңызда ветеринарный врач Бигалиев Тазабай. Көпшілік адамдардан, яғни сондай сұраулар келеді. Сол қарамаларды қалай тез семірсек болады, я болмаса сол қарамаларды тез семіртуде қандай дәрілерді қолдансақ болады деп сұрау келеді. Ең бірінші нәубетте сол қарамалардың ішкі паразитлерінен, сыртқы паразитлерінен сол қарамаларыңызды тазалап алуыңыз керек болып есептеледі. Яғни сыртқы паразитлерден тазалау үшін, яғни ивермектин, яғни составлы дәрілерді қолдансаңыз болады. Мысалы үшін, яғни ивермектин 1% дәрісін 50 кг тірі салмаққа есептеп 1 миллимолдарда, яғни тері астына инъекция қылынады. Енді бұл ивермектин, яғни әр түрлі қилылары болады. Яғни сол мускул арасына, яғни салынатұғынан түрлері бар. Соның үшін ивермек дәрісін, я болмаса басқа түрдегі дәрілерді қолданатын кезінде лажы барынша сол қолданбасымен танысып шығып, сөйтіп тұрып қолданғаныңыз дұрыс болады. Содан кейін, яғни сол ивермек дәрісін, яғни қолданған кезінде қасына қосымша етіп, яғни витаминдерді қолдансаңыз болады. Мысалы үшін мультивит плюс минерал деген витаминді қолдансаңыз болады. Бұл яғни ивермек дәрісі сол қарамалардың сыртқы паразитлерін, яғни өлтіріп беретін дәрі болып есептеледі. Яғни сол бекі құрт болса да сол ивермек дәрісі қолданасыз. Содан кейін, яғни ішкі паразитлерден яғни жоқ қылу үшін, ішкі паразитлерді жоқ қылу үшін таблеткалерден, мысалы үшін альбен деген таблетканы қолдансаңыз болады. Альбен енді яғни көк қиылысы болады, я болмаса ақ түрі болады. Енді бұларды яғни килограммы есептеп азанға қарынға іштіртесіз. Іштіртіп болғаннан кейін сол 1 сағат, 1,5 сағат davomida ешқандай азықтық өнімдерді сол қарамаларыңызға бермейсіз. Бұл яғни альбен дәрісі, содан кейін ивермек дәрісін лажы барынша, яғни сол 2 мәрте бергеніңіз мақұл болады. Мысалы, ивермек дәрісін 1 мәрте салғаннан кейін, арадан 7 күн өткергеннен кейін қайтадан салынады. Ал альбен дәрісі болса, бұл да яғни 1 мәрте берілгеннен кейін, арадан 7 күн, я болмаса 10 күннен кейін қайтадан берсеңіз болады. Енді бұл дәрілер сол буаз болмаған, яғни сол қарамаларға яғни арналып жатырды. Бұл дәрілер яғни буазлық дәуіріндегі, яғни сол қарамаларға лажы барынша сол альбен дәрісін яғни бермегеніңіз мақұл болады. Енді ол яғни сол буазлық дәуіріне байланысты болады. Содан кейін альбен болмаса уколлардан, яғни қандай дәрілерді қолдансақ болады деп көп адам сұрау береді. Уколлардан, яғни клозентрем, я болмаса ролинол, иммунопаразитан деген дәрілерді қолдансаңыз болады. Яғни бұлардан сол инструкциясы бойынша, яғни қолданбасы бойынша қолданасыз. Содан кейін, яғни бұл қарамалардың организмінде зат алмасу процесін жақсылау үшін, астыңғы системасын жақсылау үшін құрамы бутафосфан һәмде B12-ден ібарат болған, яғни витаминдерді қолдансаңыз болады, достар. Бұл дәрілер сол қарамалардың организмін, яғни иммунитетін көтереді. Содан кейін қарамалардың организміндегі, яғни сол сыртқы паразитлерді, ішкі паразитлерден тазалап береді. Содан кейін ең, яғни керекті мағлұмат, достар, сол қарамаларды тез семіртуде ең бірінші орында, яғни рацион, яғни бірінші орында тұрады. Бұл дәрілерді сала бергеніңізбен сол қарамаларыңызға, яғни сол тойымлылығы жоғары болған азықтық өнімдерді бермесеңіз, қарамаларыңыз семірмейді, достар. Енді көпшілік адамдар, яғни сол катком дәрісін, я болмаса бодифорс дәрісін, миостейш дәрілерін, яғни сол салдырсақ тез семіреді дейді. Бірақ бірінші нәубетте сол паразитлерін тазалап болғаннан кейін барып, яғни сол қалеген бір дәрісін салдырсаңыз болады. Мысалы үшін бодифорс, я болмаса миостейш дәрісі, катком дәрілері салдырсаңыз болады, достар. Бірақ сол қарамалылардың общий, яғни сыртқы паразитлерін, ішкі паразитлерін тазалап болғаннан кейін салдырғаныңыз дұрыс болады. Пайдалы болған болса, лайк басып, достар, түсінбей тұрған сұрауларыңызды комментарияда жазып қалдырсаңыз болады, достар. Сіздерменен біргілікте вет доктор Бигалиев Тазабай болды.